Қазіргі жастар қоғамның бет-бейнесі. Бүгін біз жастар қоғамға не бере алады деген сұраққа бірге жауап іздейміз. Ал бүгінгі подкастымыздың қонағы Харчук Марина Вячеславовна. Марина Вячеславовна, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе, рахмет. Ең алдымен өзіңізді қысқаша таныстырсаңыз, немен айналысасыз, не істейсіз? Менің атым Харчук Марина Вячеславовна, жасым 26-да. Мен қазіргі таңда Павлодар вагон жөндеу депосында қызмет атқарамын. Лауазымым экономикалық бөлімінің технигімін. Бос уақытында отбасыма көңіл бөлемін. Керемет, рахмет. Марина, қазіргі жастарды сіз қалай сипаттар едіңіз? Менің ойымша, қазіргі жастар олар өте белсенді, тапқырлы болады. Қазіргі жастар олар жаңа технологияларды тез меңгереді. Сосын олар өзінің ойын ашық түрде айта алады, ештеңеден қорықпайды. Көбінесе қазіргі жастар көптеген шығармашылықтарға қатысады. Бірақ та кей кездерде жастардың сондай әлсіздігі, тұрақсыздылығы байқалады. Бірақ ол уақыт өте келе, ол қандай да бір жастардың өсуімен, тәжірибемен байқалады. Иә, әрине, жастардың тәжірибе жинауы қоғамға үлкен пайдасын тигізеді. Жалпы қоғам дегеніміз не сіздің ойыңызша? Қоғам дегеніміз ол, мысалы, бір мақсатқа келу, қандай да бір жоспар жасау, адамдардың бір-бірімен қарым-қатынаста болу деген ойдамын. Мысалы, адамдар, кез келген адам ол тұлға. Олар бірге қандай да тәжірибе жасағанда, қандай да бір қоғам пайда болады. Иә, әрине, қоғамымыздың дамуы Қазақстанның болашағына да үлкен зор мүмкіндіктерін әкеледі. Ал енді осы қоғамымызға бейжай қарамау дегеніміз не, қалай түсінесіз? Және жастардың қоғам алдындағы жауапкершілігі бар ма? Жастардың қоғамның алдындағы жауапкершілігі бар деп ойлаймын. Ол ең алдымен, менің ойымша, ол біріншіден ол адалдық болу керек. Сосын білім алудан ең біріншісі ол бір-біріне көмек көрсету, қандай да бір адал қызмет ету. Мысалы, жастар қандай да бір кез келген кішкентай істі жасаса да, ол да қандай да бір қоғамға пайдасына келеді. Ал бейжай қарамау дегеніміз ол, мысалы, егер де жастар адал жұмыс істеп, жақсы оқуын оқып, онда қоғамға ол өте үлкен пайдасына келеді. Ал егер де жастар оған керісінше, мен мынаны істемеймін, былай әлсіздігі болса, онда біздің қоғамымыз, мемлекетіміз дамымайды деп ойлаймын. Жақсы, керемет, Марина ханым, шынымен де Қазақстанның болашағы үшін қызмет атқарудасыз. Мемлекеттік тілде еркін сөйлеп жүрген жастардың бірісіз. Бұл өте қуантарлық жайт. Ал қазіргі жастар сіздің ойыңызша қоғамдық өмірге белсене араласа ма? Қоғамдық өмірге жастар белсене қатысады, көбінесе ол әлеуметтік желілерде. Мысалы, пост қояды, лайк басу, жаңа ақпараттарды енгізеді. Көбінесе қазіргі жастар сонымен айналысады. Бірақ та мектептерде, мысалы, волонтерлық жұмыстар болады. Ол да қандай да бір пайдасын қоғамға тигізеді. Сосын жастар шығармашылық жұмыстарға қатысады. Ол да қоғамға пайдасын тигізеді. Иә, әрине, жастарымыз қоғамдық өмірге өте белсене қатысу керек, араласу керек. Және де мемлекеттік тілде сөйлеп, қоғамның мәселелерін талқылау неліктен маңызды? Ең біріншіден, мемлекеттік тілде сөйлеу, ол қоғамға ақпаратты жеткізу, түсіну үшін. Содан кейін ол біздің қазақ еліміздің мәдениетін көтеру, бірлік болу керек. Қазіргі жастарға мемлекеттік тілде қалай сөйлеу керек, көрсету деп ойлаймын. Жақсы, керемет. Әрине, құрметті тыңдарман, мемлекеттік тіл бұл этносаралық көпір.
Қазақстанның болашағы. Ал енді Марина, қазіргі бізді тыңдап отырған жастарымыз қоғамға пайдасын тигізгісі келетін, бірақ неден бастарын білмей жатқан жастарымызға қандай кеңес берер едіңіз? Қазіргі жастарға беретін кеңесім ол ең біріншіден өз өзіңді тану. Сен қандай салаға жақынсың, қандай қызығушылығың бар, соны танып білу. Содан кейін біліміңді жақсы алып, оқуыңды жақсы бітіріп, жақсы болашақтың жақсы қызмет болу, сосын ол адал жұмыс істеу ең біріншіден. Кез келген істі жасағанда адал болу, және де сен егер де көршілерге де барып көмектесен, ол да қандай да бір қоғамға өзінің үлесін сен қостың деп ойлаймын. Рахмет үлкен. Бүгінгі әңгімемізден түйгеніміз, қоғамды өзгерту үшін үлкен қадам қажет емес. Жастардың қоғамға бейжай қарамауы, бір-біріне көмектесіп, жылы қарым-қатынасы үлкен пайдасын тигізеді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Марина ханым, уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Қош, сау болыңыз. Сау болыңыз.